Осы жастар тәрбиесі, әсіресе мектеп жасындағы жастардың тәрбиесі тақырыбына бүгін тереңірек тоқталғанды жөн көрдік. Студияда екі экспертіміз. Серік Ақылбай, Қазақстан заңгерлер одағының төрағасы, және Жұлдыз Сүлейменова, мәжіліс депутаты. Қош келдіңіздер. Серік Бейсейтұлы, әңгімені сізден бастасақ, бүгінгі қоғамда жастар тәрбиесі мәселесі меніңше соңғы жылдары өте өзекті болып отыр. Өзіңіз жастар арасында құқықтық сананы қалыптастырудың маңызы жөнінде үнемі айтып жүресіз. Жастар арасында құқықтық тәрбиені күшейту, құқықтық сананы қалыптастыру мәселесі дәл қазіргі таңда неге өзекті болып отыр? Мемлекет үшін, заң органдары үшін, жалпы қоғам үшін. Жалпы енді елімізде жүріп жатқан саяси өзгерістерге байланысты, біріншіден, екіншіден әділетті Қазақстан құру үшін заңның үстемдігі болу керек. Заңның үстемдігі болу үшін бәріміз құқықтық сауатты болуымыз керек, әсіресе жастар, болашақ жастарда. Заңды білмеген немесе заңды мойындамау ол түбі жақсылыққа апармайды. Сондықтан да бұған аса қатты көңіл бөлініп отыр. Қазір уақытта бір мысал келтіре кетейін. Қазақстан заңгерлер одағы атынан біз ұсыныс жасағанбыз. Бүкіл республика бойынша жүйелі түрде оқыту. Яғни ол жастарға өзінің программасы бойынша, ауыл тұрғындарына өзінің программасы, қалалық тұрғындардың өзінің программасы. Соның бәрі дайын қазір уақытта мынау мәдениет министрлігінің қабырғасында дайындықтар жүріп отыр. Яғни президенттің берген тапсырмасын біз осылай орындауға тырысып жатырмыз. Жастарға аса қатты көңіл бөлу керектігін бүкіл біздің қоғам түсініп отыр. Жаңағы мәжілістің қабылдаған бейбіттерге қарсы, одан кейін темекі туралы да қаншама шектеулер жасалып жатыр. Нашақорлық бар. Нашақорлық бар. Соның бәрі біз болашағымызды жоғалтпау үшін істеу керек. Себебі қазіргі технология заманында олар мына технология арқылы есірткіні тарқату, әбден жастарды соған үйрету, солар арқылы кейбіреулер ақша тауып жүреді, кейбіреулер соны тартып, темекіні де тартып, жаңа нашақорлыққа да кіріп, сондай жағдай өте қиын жағдай шындаған кезде. Бұған бүкіл қоғамды қосу керек. Сауаттылықтан басқа тәрбие керек. Менің ойымша тәрбие туралы Жұлдыз тіпті жақсы айтады, педагог ретінде. Мысалы, бүгінгі таңда медианың дамуы, жаңағы Серік Бейсейтұлы айтып отырғандай, әлеуметтік желілердің дамуы тәрбиенің бір реңкін өзгертіп жіберген секілді. Өйткені бүгінгі таңда мысалы әлім жетікті қоқан-лоққы көрсету балалардың ортасында кейде әлеуметтік желіде тарап жатыр да, балалар оны бір бейне бір батырлық есебінде көреді. Ал әлеуметтік желілер арқылы балалардың бір-біріне қоқан-лоққы көрсетіп жатқан. Мысалы, соңғы кейсті алатын болсақ, кейде болып ара-тұра мұғалімдердің де балаларды ұрып жыққанын көріп жатамыз. Осылардың барлығы осы ретте мектепте әлімжеттікті тыю үшін және әлімжеттікті кәдімгідей заң бұзушылық екенін балалардың санасына құйып түсіндіру үшін қандай шараларды қолға алу қажет деп ойлайсыз? Енді жаңа Серік ағамыз дұрыс айтты ғой, ең бірінші бізде заңның үстемдігі мен тәртіп қағидаты бұл біздің қоғамның жаңа саяси мәдениетіне айналуы қажет. Бұл біздің балабақшадан бастап, мектеп, колледж, университет қабырғасында және ең бастысы отбасында кәдімгі тәрбиеленіп, насихатталып айтылатын дүниелер. Мен ұлттық құрылтайда да бұған қатысты өзім баяндама жасағам. Мысалы, біздер кезінде қалай тәрбиеледі? Бізге үш-ақ сөз айтады. Жаман болады, ұят болады, обал болады. Бірақ дәл қазіргі өскелең мына ұрпаққа соны айтсақ, ол өтпейді. Неге? Өйткені дәл қазір бізде әлеуметтік желілердің басымдығын біз сезіп отырмыз. Біздің балаларымыздың әрқайсысында бір-бір смартфон оның досы, смартфон оның кәдімгі күнделікті оқу кітабы, смартфон ата-анасы, смартфон оның қызығушылығын көрсететін сондай бір ауыстырды. Бұл әлеуметтік желі бүгінгі 21 ғасырдың бір шын айтқанда дертіне айналып бара жатыр. Біз білім туралы және тәлімгерлік мәселелер жөніндегі заңға сабақ барысында смартфондарды қолдануға шектеу болатын бір норманы енгіздік. Мәжіліс оны қабылдады, қазір Сенатта талқылауда. Сенат әзір өзінің позициясын айтқан жоқ, өйткені бұл ертең қалай болады, дұрыс па, дұрыс емес па деп әлде де өздерінің ойын толық айтқан жоқ. Бірақ білім саласының маманы ретінде сабақ барысында заңмен қазір біз смартфонға тыйым салуымыз қажет. Неге? Екі-ақ мәселе айтқым келеді. Біріншіден,
біріншіден бұл білімнің сапасы, екінші тәрбие мәселесі. Қазір баланың, енді мұғалім өзінің алдында 25 бала отырсын, 30 бала отырсын, әр баланың бүгінгі таңдағы назарын аудару үшін үнемі енді ізденісте болады ғой. Бірақ дегенмен бізде бұл тыйым болатын болса, онда балалардың өзі біліп қолданбас еді, тиктокта отырмас еді, шын мәнінде сабақта сабақпен айналысып, сабақты түсінуге, мұғаліммен сабақ жасауға мүмкіндігі болатын еді. Екінші, тәрбиеге қатысты. Енді бұл кең ауқымдағы мәселе. Менің жеке ойымда бірінші біз отбасылық тәрбиені күшейтуіміз қажет. Біз бір кезең болды, көбінесе ойладық мұғалім, мектеп баланың тәрбиесіне жауапты. Сөзсіз жауапты. Мен оның жауапкершілігін жоққа шығармаймын. Бірақ бала ұяда не көрсе ұшқанда соны іледі. Отбасындағы тәрбиені біз жоққа шығара алмаймыз. Сондықтан отбасылық тәрбие институтын күшейтуіміз қажет, ата-аналардың тәрбие институтын күшейтуіміз қажет, балаға көңіл аударуы, бала қандай контентті қарап жатыр, оның моральдық жағы қандай, соған қатысты менің ойымша ата-аналардың жауапкершілігіне қайтадан оралуымыз қажет деп ойлаймын. Осыдан бірер күн бұрын мәжілісте жаңағы вебті тыйым салуға байланысты заң жобасы мақұлданды. Нашақорлық мәселесі бар, шылым шегу мәселесі бар. Осындай деректер көбейіп кетті. Осындай біз көріп отырғандай қатаң жазалардың болуы заң нормасында нені көрсетеді? Жалпы жағдайдың шынымен де өте қауіпті болған ма? Жоқ, біз шын айтқанда қазір бір мәселені түсінуіміз қажет. Біз соңғы 2-3 жылда экономикалық мәселені, әлеуметтік мәселені рет-ретімен шешуді қолға алдық. Бірақ күрделі мәселе бар. Оны бірден бір заңмен, немесе бірдей шешімдермен шешіп тастау қиындау, күрделі. Ол идеологиялық мәселелер, ол әлеуметтік жаңағы тәрбие мәселесін алып қарайық. Вейп мәселесінде мәжіліс біз үлкен уақыт талқыладық, зерттеулер жасадық. Мен өзім Аманат партиясы жанындағы білім беру, денсаулық сақтау мәселелері жөніндегі республикалық кеңестің төрағасымын. Біз өзіміз кеңесте барлық мемлекеттік органдар бар, сарапшылар бар. 2 ай бұл отырысқа дайындалдық. Отырыс 3 сағатқа созылды. Сол кезде мемлекеттік органдар және сарапшылардың бізге алып келген аналитикалық мәліметтерді шын мәнінде адам шошытырады. Мысалы, тек қана вейпті алайық. Соңғы 1 жылда 372%-ға вейпті қолдану, тұтыну өскен. Бұл бір. Екінші, бұл балалар, мектеп оқушыларының арасындағы тұтынуы, жаңа сіз айтқандай 4-7%-ға өскендігін көрсетіп отыр. Және мысалы, осыдан 3 жыл бұрын бұл 7-ші сынып болса, 2022 жылы 2-ші сыныптан бастап балалардың тұтынып көрдім деген сараптамалық материалдары шын айтқанда бізді ойландырды. Әрі қарай біз неге мән бердік? Біз дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының зерттеулерін қарастырдық. Ол жерде егер бала шын мәнінде тіпті 7-ші сыныптан бастап қолданатын болса, аптасына 1 мәрте қолданса, айына соншама 4 мәрте қолданса, жасы 40-қа келген кезде оның өкпе, тағы да басқа тыныс алу жолдары, ішкі органдарына қатысты оның мүгедектігі анықталатындығы, нақты мысалы біз үшін 40 жастағы азамат ол кәдімгі еңбекке белсенді араласатын, мемлекеттің экономикасына көп түсінім жасайтын сондай еңбек нарығының белсенді қатысушысы болса, егер 7-ші сыныптан вейп тұтынған азамат болса, онда ол 40 жаста мүгедектігі бар, яғни мемлекетке түсім емес, керісінше шығын болатындай, өзінің өмірін тосқауыл жасайтындай факторлардың зерттеулерін біз шын мәнінде таныстық. Сондықтан да бізде 2 талқылауда, дискуссияда 2 позиция болды. Біреуі жесткое регулирование, қатаң түрде оны реттеу заңмен, салық кодексында, тағы бір қатар кәсіпкерлік кодексында. Екінші мәрте жаңа сіз айтып өткен, біз осы аптада шешімді шығарған бұл айналымына, өндіруге, сатуға тыйым салу нормасы. Неге? Қазақстанда 6000-нан астам сауда нүктелері бар. Бұл кіші және орта бизнес. Біз 6000 нүктенің қасына тексерушіні қоя алмаймыз. Бізде арагідік мораторий секілді өзімізде шағын және орта бизнесті қолдау шаралар өтіп тұрады. Соның аясында біз балалардың денсаулығын қолымыздан істеп алмауымыз қажет. Сондықтан да бұл үлкен норма болды және бұл мәжілістің ортақ мәмілеге келген, жеңіске жеткен нормасы деп ойлаймын. Өйткені бұл жерде біз халықаралық қоғамдастықты, ата-аналар қоғамдастығын, сонымен қатар осы сарапшылар және ең бастысы денсаулық сақтау министрлігі мен оқу ағарту министрлігі тарапынан толыққанды бізге аналитикалық, жалпы сараптамалық, талдамалық материалдар берілді.
Бұл жерде тағы бір мәселені айтқым келеді, Серік Бейсейітұлы, сұрақ сізге арналады. Жалпы елде мысалы қазіргі таңда демократизациялау процесі жүріп жатыр, азаматтық қоғамды дамыту процесі жүріп жатыр. Егер жауапкершілікті кәсіпкерлердің өзі сезінетін болса, біз шын мәнінде әлеуметтік тұрғыда дамыған, әлеуметтік жауапкершілікті азаматтар сезінетін қоғамда өмір сүретін болсақ, онда әлгіндей шараларды қолданбай қоғамды кейбір жаңағы кері әсерден тайындыруға, мысалы кәсіпкерлердің жауапкершілігін арттыру арқылы немесе олардың бойындағы мынау патриоттық сезімге шақыру арқылы тиюға былай қарағанда болатын еді. Біз қазіргі таңда белгілі бір жаңағы заңдардағы қатаң бір шараларға барып отырмыз. Былай қарағанда сіздің көзқарасыңыз қандай? Жалпы бұндай шаралардың болуы жастарға және кәсіпкерлерге елдегі нені үйретеді деп ойлайсыз? Кәсіпкерлерге кәсіптің елге пайдалы кәсіп болу керек. Елге зиян келтіретін кәсіп ол болмау керек. Бұны өздері сезіну керек қой кәсіпкерлердің қоғамы. Сезінуден бұрын бұны мемлекет ұстап тұру керек. Жалпы біздің конституция бойынша адамның денсаулығын, оның өмірін қорғайтын кепілдік беретін мемлекет қой. Енді осы тұрғыдан қараған кезде, анау кәсіпкер жұмыс істеп жатыр екен, сол істесін, ал біздің балалар мейлдеуге болмайды ғой. Ең бірінші адамның өмірін, құқығын, денсаулығын сақтау керек. Мен бұл жерде айтып отырғаным, әрбір кәсіпкердің өзі баланың болашақ үшін жауапкершілігін сезіну керек. Мен бәрін түсінемін, бірақ ол ондай процесс өте ұзаққа созылады. Не бары осы 2-3 жылдың ішінде вейптің өсіп кеткені керемет жағына келтіріп отыр ғой. Тіпті 2-ші сыныптың балалары. 2-ші сыныпқа дейін барды. Олардың біздің кәсіпкерлердің отан сүйгіштік сезім оянғанша, олардың жауапкершілігі оянғанша, тіпті туысымен-ақ вейпті тарта бастайды. Сондықтан да мемлекет өте дұрыс бұл кезде жасап отыр. Мемлекет өзінің жауапкершілігін сезіп отыр. Президенттің басқаруымен қазіргі уақытта осы жұмыс өте жақсы, мен өте қолдаймын мәжілісте осы заңын қабылдағанын. Ал жалпы енді заң қабылданады, бірақ заңды орындау процесі бар. Ол қалай болады екен? Міне заң тұр, ол өзіне өзі жұмыс істемейді. Яғни бұнда біріккен қоғамның жұмысы керек. Мысалы, мектептерді алатын болсақ, мектепте жаңағы класс жетекшісі бар, ата-аналардың комитеті бар, аудандық әкімшілікте комиссия бар, жасөспірімдер туралы, полицияда инспекция бар, мектептік инспектор бар тағы да. Солардың бәрі бірігіп істесе, координация дейді. Үйлестіру болса, мысалы прокуратура жағынан, мен өзінің жеке прокурор ретіндегі практикамнан айтып, Қарағанды облысында мен осыны істеген кезінде. Сонда біз 2 жылдың ішінде 58%-ке жасөспірімдердің қылмысын төмендеткенбіз. Совет өкіметі кезінде педагогикалық отрядтар деген болған. Студенттер жаңағы семьяларды аралап, әсіресе жағдайы жаман семьялар, ата-аналары шетіндердің сондайларды қарап жүретін. Яғни бүкіл қоғам қол ұшын беру керек осыған. Бірігіп күресу керек. Бұл жерде бизнестің әлеуметтік жауапкершілігін дамыту үшін бұл да тәрбие, бұл да патриоттық мәселе. Мемлекет тарапынан, мемлекет басшысының өзі қатты айтты ғой, бір рет жинап алып, әлеуметтік жауапкершілік мәселесін ойлаңыздар, соны айтқызуға жеткізді, шын айту керек. Бірақ заңнамалық тұрғыдан қарайтын болсаңыздар, бізде қазір қай заңнама болсын, міндетті түрде бизнесқа, doing business деген бір өзінің қағидаттары болды. Тіпті мектептің құрылысы, оның сапасы, қауіпсіздігі деген кезде кейде бизнесқа шын мәнінде өте қатты қолдау жасалған мәселелер бар. Біз қазір оны қайттан келіп, қайтадан қарастырып, қайтадан жөндеп жатырмыз. Мүлдем босатып жіберген мәселелер бар. Бірақ менің ойымша бизнесте әлеуметтік жауапкершілік болу керек. Егер ол болмаған күнде жаңағыдай мемлекет тарапынан қатаң қадағалау болу қажет. Енді тағы бір мәселенің ұшы бар. Біз мемлекет туралы айттық, мемлекет қандай шараларға бару қажет, заңдық тұрғыда шектеулер болу қажет. Сонымен қатар кәсіпкерлердің өзінің жауапкершілігі болу қажет деген әңгімені айтып отыр. Оның сыртында балалардың өздері сатып алмайтындай қоғамда өмір сүру үшін, баласы тәрбиелі қоғамда өмір сүру үшін біздегі білім мазмұнында қандай жаңартулар, жаңалықтар болу қажет. Өйткені қазіргі таңда мысалы мектептерде сын тұрғысынан оқыту, ойлану оқытыла бастады.
жатады. Оның сыртында қаржылық білім мектептерде берілмейді, заңдық тұрғыдағы білім берілмейді. Жас балаларға арналған мен осы күнге дейін бірде-бір заңдық брошюраларды немесе таратылатын көрген жоқпын. Жас балалар түгелі үлкен ересек адамдардың бойында мысалы саналы құқықтық сауат қалыптаспаған. Осы ретте мектеп қабырғасынан балалық шақтан осы заң қағидаттары мен педагогикалық қағидаттарды сын тұрғысынан ойлауды, қаржылық, тіпті жаңа айтып жатырмыз, игроманияға, ойын құмарлыққа беріліп кеткен жастарымыздың бір бөлігі деп осылардың барлығын мектептің қабырғасын табалдырықтан бастап қалай қалыптастыруға болады? Кешенді түрде. Жаңа бір шешім айтылды, кешенді түрде атқарылу қажет деп. Тағы қандай шешім ұсынасыз? Енді менің ойымша да қазіргі таңда бізде 2016 жылдан бастап бір жаңа стандарт қабылданды ғой. Білім функционалды болу керек. Бала алған білімін өмірде қолдана білуі қажет. Мен бір ғана мәселені айтқым келеді. Бізде Есназарова деген апамыз бар, география пәнінің жалпы оқу бағдарламасының авторы. Ол кісінің авторлығындағы география пәні біздің жер қойнауының барлық байлықтарын, табиғи ресурстарды біздің балаларға көрсету Қазақстан бойынша. Сол өндіріске негізделген моноқалалардың географиясын, жалпы су ресурстар географиясын қайтадан қарастыру. Менің ойымша, біз әрбір пәнге осындай бөлек мазмұнға қатысты. Бізде қазір не маңызды? Біз жер қойнауын пайдаланушы мемлекетпіз. Жер қойнауын пайдаланушылардың жауапкершілігін, жер қойнауын пайдаланушылардың ғылымды дамытуға, экономиканы дамытуға қатысты мәселе мектептің программасында болу қажет. Бүгін ол дәл сол кең деңгейде қарастырылып отырған жоқ. Біз бұны оқу ағарту министрлігіне шақырып айттық та. Екінші, құқықтық сауаттылыққа қатысты. Иә, біз заң үстемдігі, тәртіп қағидаты туралы қайта-қайта айта бастадық. Неге? Өйткені отбасылық зорлық-зомбылық белең алып. Біз қанша заңды өзгертсек те, қанша қатаңдатып жатсақ та, бұл мәселе қайта-қайта ұшы шығып келе берді. Я, біз жазаны қатаңдату мәселесін қазіргі таңда қолға алдық, біз заңды күтіп отырмыз жобасын. Бірақ дегенмен бұл да тәртіпке, бұл да тәрбиеге байланысты. Бұл да отбасымыздағы шын мәніндегі мәдениетке, қоғамдық мәдениетке байланысты. Енді менің ойымша, біз құқықтық сауаттылықты бір пәнмен шектемеуіміз қажет. Біз химияны өттік пе? Химия болсын, математика болсын, физика, биология болсын, әр қайсысындағы әр тақырыпқа біз құқықтық сауаттылықты енгізуіміз қажет шығар. Бұл тіпті қыз баланың тәрбиесі болсын, ер баланың тәрбиесі болсын, отбасылық зорлық-зомбылық болсын, ресурстарды пайдалану болсын. Енді көп мәселе. Негізі шет мемлекеттерде өзіңіз білесіз, кез келген пән оқытылғанда сол пәннің этикеті. Мысалы мен этикет оқытылады. Бізде де солай болуы мүмкін. Мысалы қаражат жұмсау, қаржы жұмсаудың этикеті. Заң. Жалпы мен айтып отырмын ғой, жүйелі деп. Ол үшін бізде ұлттық бағдарламалы болу керек. Құқықтық ағарту ұлттық бағдарламасы. Яғни бүкіл мемлекетке қамтитын. Мемлекеттің бүкіл жастарында, балаларында, үлкендердің де, жұмыскерлердің де, ғалымдардың да бәрінің құқықтарын кешенді болу керек. Яғни мемлекеттік құқықтық бағдарлама болу керек, менің ойымша. Содан кейін бір осыдан кейін тармағымен кетеді. Жастарға арналған, тіпті өзіміздің жас үлкендерге де арналған заң керек, олардың да өзінің ерекшелігі бар. Содан кейін жұмыскерлердің де, кәсіпкерлердің де бәрінің құқықтық сауаттылығы болу керек. Онсыз болмайды. Мен тағы бір айта кетейін дегенім, құқықтық сауаттылық деген жай біз айта берсек ол келмейді. Қимылдау керек, жұмыс істеу керек. Міне қазіргі уақыттағы біздің енді бастауымыз бар, бірақ ол тек қана бастау деп санаймыз. Заңгерлер одағы қазір соған дайындалып жатыр, программасын бәрін түгел дайындап жатыр. Қаржы іздеп жатыр. Тегінен ешкім жай жұмыс істемейді. Жай тегін көмек дегендер бар ғой, бірақ ол айына бір рет бола ма, жүйелі түрде болу керек. Мектептен бастап, тіпті отбасынан бастап, соның бәрі заңмен реттеліп, ол заң бәріне түсіндірілу керек. Дұрыс. Заң бар, бірақ оны, мысалы, конституцияның не екенін білмейтіндер бар ғой. Біз оны сайлауда көрдік, естік талай. Ешқандай сайлау туралы заңды оқымағандар бар ішінде. Өздері кандидат болып жүргендер бар. Ал басқа халық оның несіне оқиды онда? Яғни біз өте қазіргі уақытта төмен жағдайда тұрмыз, құқықтық сауаттылық жағынан.
Енді менің ойымша біз мысалы буллинг бойынша қанша бап бар балалар білу керек. Егер бала бір-біріне буллинг жасайтын болса, қандай құқықтық соның салдары болатындығын түсіндіру керек. Ал енді қазіргі таңда оны кім? Класс жетекшісі түсіндірсін дейді. Класс жетекшісі, әрине, оның өзінің басқа функционалды тапсырмалары бар. Психолог түсіндіре ме, немесе ол шын мәнінде сабақта түсіндіріле ме, мектепте кәдімгі үлкен жиналыстар бола ма, соның барлығы нақты нормативті қарастырылуы қажет. Екінші, буллингтен бөлек мына әлеуметтік желідегі буллинг. Бұдан бөлек бізді мысалы жантүршігерлік қыздарымыздың қатыгездікпен бірін-бірін сабап, соны телефонға түсіріп, оны таратуы. Бұл да біздің таңда мысалы моральдық тұрғыдан жастарымыздың келбетінің бір сондай қатыгездікке бой алдырып бара жатқандығы. Өткен жолы мысалы бір фильмді, телесериалды біз тоқтатты ғой көрсетуді. Бірақ мәселе көрсетуде емес, оны балаға түсіндіруде. Бұл дұрыс емес. Бұның салдары, құқықтық салдары дұрыс емес дегенді түсіндіруде, әрине менің ойымша бізде жұмыстарды қайтадан жандандыру қажет. Мысалы біз өңірлерді аралап халықпен кездескен кезде, әрбір қабылданған жаңа заң нормаларын тоқталған кезде, шын мәнінде менің осы жолғы түсінгенім, біз 3 ай сайын, 4 ай сайын халықпен кездесіп, жаңа қабылданған заң, оның нормасы осындай, салдары осындай болады деп түсіндіру жұмысында маслихат депутаттармен белгілі бір десанттық топтармен шалғай ауылдарға барып, соны түсіндіру менің ойымша ол бір қажет болып тұр. Біз қазір ақпараттық дәуірде өмір сүріп жатырмыз, ақпарат көп, жастарымыз шатасып жатыр, бірақ ақпарат тәрбиеден бұрын жастарға жетіп жатыр. Үлкен қоғамдық мәселе меніңше осы секілді, және бұл мәселемен күресте мемлекеттік барлық органдар, бұл заң шығарушы органдар болсын, ол атқарушы органдар болсын, ол тәрбие мекемелері болсын, заң қолданушы органдар барлығы бірлесіп жүйелі түрде жұмыс жасау қажет. Студиямызға келіп, сауалдарымызға жауап бергендеріңізге, ой қосқандарыңызға рахмет.